Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Махатма Ганди атындағы номер 92-ші мамандырған лицейге қош келдіңіздер. Барлықтарыңызды қасиетті Рамазан айымен құттықтаймыз. Тілеген ниеттеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Бірінші алғы сөзді лицейіміздің басшысы Шашабаева Гүлжан Сауытовнаға береміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Құрметті әріптестер, бүгінгі мына біздің лицейіміз математика, физика, химия, биология, IT мамандықтары бойынша тереңдетіліп оқытылатын лицей, 92-ші мамандандырылған лицей Махатма Ганди атындағы бәрлеріңізге белгілі. Лицейімізде жалпы 89 мұғалім бүгінгі таңда жұмыс істейді. Осы 89 мұғаліміміздің ішінде жаңа өздеріңізге барлық орта жасымыз биыл 36, яғни жастар өздеріңізге белгілі бүгінгі семинардың тақырыбына байланысты табысты авторлық бағдарлама практикалық дағдыларды жүзеге асыру тәжірибесі атты тақырыбындағы қалалық семинарға келіп отырсыздар. Жалпы сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңаны табатын өнер деген екен. Жүсіпбек Аймауов әріптестер, енді бағдарламамен қысқаша түрде таныстырып өтейін. Сіздерге алдарыңызға таратылып берілді. Мұнда 3 түрлі светпен, өйткені қазір бірінші негізгі бөлімнен кейін 3 секцияда, яғни бірінші секция осы мәжіліс залында ғылыми жаратылыстану бағыты бойынша, екінші секция математика, информатика бағыты бойынша, және үшінші секция қоғамдық гуманитарлық бағыты бойынша әр кабинетте әрқай жалғастырылады. Элективті курс бағдарламасы немесе қалай жазылады, оған қойылатын талаптар қандай? Яғни ол оқу бағдарламасының элективті курстың мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптар қатаң түрде сақталуы керек. Яғни ол 2-ші, 3-ші қосымшада көрсетілген ұсынылатын материалдардың саны мен талаптары болып табылады. Және авторлық бағдарламаның сараптамалық бағалау критерийлері сақталуы керек. Яғни оқу процесіне бағдарламаны енгізу үшін жоғары оқу орнының тиісті бейіндегі бір немесе 2 ұсынысы және осы бағдарламаны сараптамадан өткізген бір мұғалімнің ұсынысы болуы қажет. Барлығы кем дегенде 2 ұсыныс болуы тиіс. Ұсыныстар әр бағдарламада жеке беріледі және ұсыныс беруші білім беру ұйымының жоғары оқу орны немесе мектеп мөрімен міндетті түрде бекітіледі. Құрметті әріптестер, енді осы бағдарламаның құрылымы бойынша мен сіздерге қысқаша түсінік беріп кетемін. Ең бірінші түсінік хат. Бізде авторлық бағдарламада көбінесе біз түсінік хатты дұрыс жазбаймыз, сол себепті авторлық бағдарламалар бізде қайтарылып жатады. Енді жалпы түсінік хат бізге не үшін қажет? Ең бірінші, біз бұл авторлық бағдарламаны не үшін әзірлеп жатырмыз? Яғни бұл авторлық бағдарлама бізге қажет пе деген сұрақты қоюымыз керек. Және бұл қазіргі оқу сапасына, көрсеткішіне әсер ете ме, жоқ па, сол сұрақтарға жауап бере алуымыз керек. Жақсы, рахмет. Онда келесі бойынша енді секциямен қазір бөлінеміз. Ғылыми жаратылыстану осы жерде қалады. Мен өзімнің авторлық бағдарламаны таныстырудан алдын сіздерге қазір мынандай қағаз ұсынамын. Бұл жердегі тапсырманы орындауға сіздерге барлығы 30 секунд уақыт беріледі. Бастаңыздар деген кезде бастайсыздар және тоқтаңыздар деген кезде тоқтау қажет болады. Жақсы ма, қазір мен сіздерге тестінен беремін, оны ашуға болмайды. Жатақай секундамен қосалып 30 секунд. Ручкаларыңыз бар ма артық? Ашыңыздар. Сіздерде барлығы 30 секунд уақыт бар.
Осы тапсырманы орындау керексіздер. Вақыт болды, тоқтатамыз. Жақсы, енді вақыт болды, тоқтаймыз. Енді назар аударатын болсаңыздар, мен бұны не үшін өткізіп жатырмын? Яғни бізді ең бірінші оқушыларда білім, білік, дағды қалыптасу қажет. Егер біз күнделікті сабақта, егер оқушылардың бойында белгілі бір білім, білік, дағдыны қалыптастырып отырсақ, оқушылардың бойында қалыптасады. Мысалға БЖБ, ТЖБ жазған кезде біз оқушылардан күткен жауаптарды көбінесе ала алмаймыз. Олар әртүрлі біз күтпеген жауаптарды жазып тастайды. Яғни оқушылардың бойында бұл дағды жоқ деген сөз. Әртүрлі ғалымдар әртүрлі айтады. Мысалға кейбіреулер айтады, 3 рет қайталаса ол дағдыға айналады. Сингапурлықтардың айтуы бойынша, егер оқушы 17 рет осы тапсырманы, яғни кез келген әрекетті 17 рет атқаратын, істейтін болса, бұл оның дағдысына айналады. Яғни бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, егер сіздер бірінші тапсырмаға назар аударсаңыздар, сіздерден сұрап тұр, бұл текстті бірінші мұқият орындау керек. Ал біз көбінесе БЖБ-да үлкен тапсырма береміз, және уақыттың қысқалығына байланысты оқушылар иногда даже тапсырманың не беріліп тұрғанын оқымайды, көзіне түскен тапсырманы алып та шығарып кете береді. Бұл жерде сіздерден айтып та, бірінші егер мұқият оқитын болсаңыздар, бұл жерде көптеген тапсырмалар беріліп келеді та, енді ең соңғы 10-шы строкасын оқытсаңыздар, не деп тұр? Номер 1 тапсырма айтылғандықтай нұсқаулықтың барлығын оқып болған соң, тек номер 3-ші нұсқаулықты орындаңыз. Ал номер 3-ші нұсқаулықта, номер 1-ші нұсқаулықтағы барлық деген сөзді ғана дөңгелектесеңіздер болды. Бұл тапсырма сіздер шешкен болатын едіңіздер. Ал сіздерде 30 секунд болғандықтан сіздер не істедіңіздер? Алдыңыздарда сразу уже 2-ші тапсырмадан бастап аты жөндеріңізді жазып, айтылған тапсырманы реттілікпен орындауға әрекет жасап жатсыздар. Яғни мысалға сіздерде мынандай тапсырманы бірінші рет орындағандықтан сіздерде бұл дағды жоқ. Сондықтан біз күнделікті сабақта егер оқушыларға мысалға БЖБ және ТЖБ-да келетіндей тапсырмаларды беріп отыратын болсақ, оқушыларда дағды қалыптасады. Осы дағды арқылы сіздер күткен нәтижеге әрдайым қол жеткізе аласыздар. Менің қысқаша айтқым келген осы, яғни дағдыны дамыту бұл ең бірінші орында тұру керек. Енді мен өзімнің авторлық бағдарламам туралы қысқаша айтып кетейін. Менің есімім Қуанбаев Сынатұлы Абдығаниұлы, Махатма Ганди атындағы номер 92-ші мамандандырылған лицейдің химия пәні мұғалімімін, педагог зерттеуші, жаратылыстану ғылымдарының магистрымын. Жалпы мен бұл авторлық бағдарламамда қазіргі кезде жұмысқа ұсындым. Сол себепті бұл жерде менде 4 рецензент. Ең біріншісі Мұқатаева Жазира Сағатовна, бұл Алматы қаласы Абай педагогикалық университетінің химия кафедрасының меңгерушісі. Одан кейін Алибекова Бибігүл Байсанна, бұны химик және биолог мұғалім деп таниды. Химия биологияның қалалық білім беруде жаңа технологиялар ғылыми әдістемелік орталығының химия биология пәндерінің әдіскері болып табылады. Үшіншісі Сыдықбекова Тастан апай, яғни бұл 162-ші мектептің химия пәні мұғалімі педагог шебер, және Казиханова Эльмира, бұл кісі Орал қаласындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының химия пәнінің мұғалім педагог шебер болып табылады. Енді мен бұл бағдарламаны 2021 жылы жасағанмын. Ол кезде мен өзім әлі авторлық бағдарлама туралы толық мәліметке ие болмаған кезде жасаған, бағана сіздерге айтып кеткен кейбір қателіктерді мен сол кезде өзімде жіберген болатынмын. Енді бұл авторлық бағдарлама жалпы 44 бетке арналған. Бұл бағдарламада көбінесе оқушыларға қоршаған ортамен байланысты кейбір мәліметтерді түсіндіруге талпыныс жасағанмын. Өйткені қазіргі кезде пизада бізде осы қышқыл жаңбырлар, қышқылдар туралы көптеген тапсырмалар келіп жатады. Соларға байланысты ерітінділердегі тепе-теңдік константалар деп алған себебім де сол. Бұл жерде тек қана пиза емес, бұл функционалдық сауаттылықты арттыруға және УБЦ-да кездесетін есептерді және сонан бөлек 10 сыныпта бұл тақырыптар жаңадан қосылғандықтан көптеген мұғалімдерде қиыншылықтар туындаған кезде жазылған болатын. Яғни бұл 2021 жылы өзекті мәселе болатын еді. Енді 2026 жылы бұл авторлық бағдарламаның қолдану мерзімі бітеді.
Енді жалпы бұл оқушылардың химия пәнінің қызығушылықтарын дамытып, химиядан мектеп бағдарламасына сәйкес күрделігі жоғары есептерді шығаруға дағдыландыру. Енді мен негізгі мектепте айналысатын жұмысым сабақ беруден басқа олимпиадаға дайындау болғандықтан, мен оқушыларға олимпиадаға дайындау мақсатында құрастырылған екінші авторлық бағдарламам болып табылады. Біріншісі бұл тереңдетілген химия курсы 7 және 10 сыныптарға арналған. 7, 8, 9, 10, 11, яғни 7-ден 11-ге дейін қандай тақырыптарды меңгеру керек реттілігімен жазылған авторлық бағдарламам бар. Ол жерде сағат саны 3 сағат, яғни аптасына 3 сағатқа арналған, факультатив ретінде қолдануға арналған, ал бұнысы аптасына 1 ретке пайдалануға арналған, 10 сыныптың оқушыларына арналған. Енді бағдарламаның өзектілігін жаңа айтып кеттім, оқушыларға концентрация, pH туралы, қышқыл жаңбыр туралы мәліметтер беру болып табылады. Жалпы бұл жерде мен 4.90-ға 4 түрлі тақырып алдым. Маған айтып кеткенімізде міндетті түрде белгілі бір пәндермен біріктіру қажет. Мен негізінен математикамен біріктірдім. Біріншісі химияда математика заңдарын қолдану, екіншісі константаларды өрнектеу әдістері, үшінші 90-да ерітінділердің pH-ын есептеу және күрделі қосылыстардың pH-тарын есептеу. Яғни төртінші тарау бұл бізде олимпиадаға арналған тарау болып табылады. Үшінші тарау бұл 11 сыныптың мұғалімдеріне және оқушыларына оңай болу мақсатында 10 сыныпты қарастыру үшін көрсетілген. Ал бірінші және екіншісі бұл математикамен тығыз байланысты. Бірінші 90-да жаңа айтып кеткенімдей математикамен мен қалай біріктірдім. Ең бірінші маңызды сандар және дөңгелектеу ережелері. Физикада білесіздер, ол жерде тек қана жауапты белгілемейді, ол жерде міндетті түрде жауаптарды енгізу керек. Физикада және химияда да бірдей, яғни кез келген бір өлшем бірліктердің өтірден кейін қанша сан аламыз деген сұрақ әрдайым туындайды. Біз иногда бір сан алуымыз мүмкін, иногда 2 сан, иногда 3 сан. Яғни бізде не сұрақ тұр? Мысалға біз пайызды алатын болсақ, өтірден кейін 2 сан дәлдікпен алсақ жеткілікті. Ал кейбір оқушылар 1 сан алуы мүмкін, немесе оны жоқтап, бүтін санға дейін жоқтап тастайды, немесе 3 сан, 4 сан алады. Яғни бұл олардың негізгі кететін қателіктер. Сол қателіктерді жібермеу мақсатында осы маңызды сандар және дөңгелектеу ережелері деген бір тақырып қосылды. Одан кейін арифметикалық амалдардағы дөңгелектеу, қосу мен азайту амалдарын қолданған кезде, мысалға өтірден кейін 2 сан және өтірден кейін 1 сан, біз оны жазып кете беруіміз мүмкін, бірақ олимпиадаларда бұл өрескел қателік болып, бал азайтылу ықтималдылығы бар. Сол себепті соларды үйрету мақсатында алынады. Мен кез келген олимпиадаға оқушы алған кезде ең бірінші өтетін тақырып осы дөңгелектеу әдістеріне мен арнайы бір айдай уақыт бөлемін. Өйткені оларға ең қажеттісі осы. Одан кейін ерітінділерді көбейту және бөлу амалдары, квадраттау, яғни теңдеулер жүйесін шығару бойынша үйретім. Одан кейін логарифмдеу. Уже бұл 8-ші сыныптың өзінде логарифмнің кейбір қасиеттерін қолдануды мен оқушыларға үйретем. Одан кейін ерітіндінің иондық күші және дебе-хюккель теңдеуі. Бұл жерде тек қана логарифммен жұмыс істеу. Яғни математикамен тікелей байланысты. Енді бұл тарауды жазуға Еременнің математикалық химия деген кітабы негіз болды. Екінші 90-да уже константаларды өрнектеу әдістері, бұл жерде әртүрлі константалар бар. Соларды қалай өрнектеуге болады, яғни математикамен тікелей байланысты. Үшінші 90-да қышқыл және негізді константалар, күшті қышқыл, әлсіз қышқыл, күшті негіз және әлсіз негіздер. Яғни бұны біз 11-ші сыныптың 390-ды өтеміз. Ол жерде бірақ тек қана күшті қышқыл және күшті негіздердің pH-ын қалай есептеуге болатынын қысқаша ғана көрсетілген. Ал бұл жерде енді әлсізді де қалай есептеуге болатындығы туралы әртүрлі тапсырмалар бар. Және төртіншісі бұл олимпиадалық резервке байланысты. Бұл жерде орта тұздар, афалиттер, буфер ерітінділер және қышқыл қоспалардың pH-ын және негіз қоспалардың pH-ын қалай есептеу керектігі туралы өтетін болады. Енді бұны ұсынған кезде мен әдістемелік нұсқаулыққа кейбір бөлімдерді салдым. Оның біріншісі бұл бізде қымыжы болып табылады. Мен авторлық бағдарламада барлығы 6 қымыжының үлгісін көрсеттім. Әр 90-нан бір 90-нан бірі, кейбір 2-ші 90-нан 2 деген сияқты жалпы 6 қымыжы көрсетілген. Өткен 2021 жылы қымыжы салу міндетті болған. Одан кейін сабақта қолдануға арналған мұғалімдер әр жерде мәлімет іздемеу үшін мен осындай теорияларды қостым. Яғни қысқа ғана мұғалім сабақта басында осы теорияларды қысқаша айта алады. Одан кейін сабақта қолдануға болатын кейбір есептердің үлгілерін көрсеттім. Осы арқылы мұғалім уже іздеп қиналмайды, дайын уже каждый сабақтың өзіне арналған есептері бар, соны өзі үйреніп алып, оқушыларға үйрете алады. Енді мұғалім осылар біткеннен кейін енді
оған тағы да есеп қажет болуы мүмкін. Ал есептерді мен тоже көрсетіп қойдым. Яғни бұл жерде дайын есеп бар, авторлық бағдарламаның ішінде көрсетілген. Мұғалім сол есептерді алып оқушыға бере алады. Яғни басқа жақтан мәліметтерді іздеп қиналмайды. Және мұғалім мен оқушыларға қолдануға арналған жалпы 37 кітап және 9 сілтеме көрсетілген. Осы сілтемелерді қолдана отырып, кез келген мысалға қажетті есептер, қосымша есептерді таба алады. Яғни бұл жердегі кітаптардың барлығы олимпиадалық деңгейдің және 10 сыныптарға, 10 сыныптарға түсінікті болатындай кітаптар көрсетілген. Енді бұл жерде жалпы бағана айтып кеткеніміздей қалыптастырушы бағалау ретінде 10 балл көрсетілген. Бұл жерде әр балл не үшін қойылады? Мысалға 8 балл оқушы сабаққа белсене қатысып, пәнге деген қызығушылығының жоғары екендігін көрсетеді. Әрқашан сабақтарға қатысып үй тапсырмасын уақытында орындайды, тапсырмаларды меңгерілген материал толық түсіну және қолдану, кейбір болмашы қателер немесе кемшіліктермен жақсы орындалады. Сол кезде 8 балл қойылады. Мысалға 1 баллды біз қашан қоюға болады? Оқушы оқуға қызығушылық танытпайды және оқу процесіне мүлде қатыспаса, сабаққа үнемі келмей немесе үй тапсырмасын орындамайса, тапсырмаларды орындамайды және оқуға құлшынысы жоқ болған кезде оқушыға 1 балл қойылады. Осылайша 10 балл қандай уақытта қойылатындығы туралы көрсетілген. Енді жалпы бұл авторлық бағдарламадан қандай күтілетін нәтижелер бар? Ең бірінші, оқушылардың теориялық және практикалық білімдері қалыптасады. Процент малярдық еріген заттың қалыпты концентрациясы туралы ұғыммен танысады. Электролит диссоциация дәрежесін 9 сыныпта олар өтеді қысқаша ғана, және 10 сыныпта осы авторлық бағдарламаның негізінде олар осы білімдерін тереңдете алады. Тұздардың гидролиздену және оған әсер ететін шарттар, қышқылдар мен ерітінділердің pH-тарын анықтау, әртүрлі сұйытылған ерітінділердің сутек иондарының концентрацияларын анықтай алады. Және бұл авторлық бағдарламаны жазуға қажет болған 6 кітап. Мына жерде көрінбей қалды. Бұл жерге мен YouTube канал ашқанмын. Сол YouTube каналда осы авторлық бағдарлама бойынша мұғалімдерге қиын болатын сабақтарды мен түсіргем. Яғни ол жерде дайын сабақ бар. Сол сабақты көре отырып оқушыларға, мысалға, егер мұғалім ол тақырыпта қиналатын болса, сол тақырыпты алып қолдана алады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді мен осы тақырып бойынша жасаған кейбір пиза тапсырмаларын, яғни пиза деп қояйық, функционал сауаттылыққа байланысты тапсырмалар бар, соларды көрсетіп кетсем. Мен қазір осы Алматы қаласында пиза тапсырмаларын жасау бойынша тренер болып табыламын. Ақпыт мен ноутбук жүршіміз.
осы жерде сіздерге бірнеше пиза тапсырмаларын көрсетіп кетейін. Ең біріншісі бұл асқазан қышуынан қалай арылуға болады. Яғни бұл ертеңгі тақырыбымен тікелей байланысты. Бұл жерде күнделікті өмірде қолданып жүрген кейбір білім және білік дағдыларды қолдануға болады. Мысалға мына жерде асқазан қыжылуы туралы қысқаша айтылады. Одан кейін рецепт, яғни өмірде асқазан қыжылуымен ауыратын адамдар үй жағдайында да қалай емдеуге болатындығы туралы қысқаша рецепт берілген. Одан кейін пиза тапсырмалары келтірілген. Бұл жерде тапсырмалар реттілігі бір дұрыс жауап, екі немесе одан да көп дұрыс жауап, сәйкестендіру және графиктік тапсырмалар. Ең біріншісі бұл жерде бір ғана дұрыс жауабы бар. Яғни текстті оқушылардың оқу сауаттылығы бойынша текстті қаншалықты түсінгендігін білу мақсатында текстке байланысты бір тапсырма беріледі. Яғни қыжыл неден пайда болады? Яғни текстті егер оқушы дұрыс түсіне алса, бұл жерде жауабын ала алады. Екінші тапсырма бізде графиктік әдіспен берілген, яғни асқазан қышқылының уақытқа тәуелді графигі берілген, яғни оқушылардың математиканы және графиктерді қаншалықты түсіну және оны интерпретациялау қабілеті бар ма жоқ па тексеру мақсатында беріледі. Мысалға, асқазан қышқылының уақытқа тәуелді графигі берілген. Егер 90 минуттан кейін асқазанға қайтадан тағам түсетін болса, қышқылдық деңгейі 120 минутта қандай мәнге жетуші еді. Яғни оқушы бұны білу үшін ең бірінші тамақ түскен кезде 30 минут, мысалы 90 минут пен 120 минуттың арасы 30 минут. Яғни 30 минутта қанша бірлікке көтерілетіндігін білу керек және соны именно 90 минутқа алып барып қайтадан сонша бірлік қосатын болсақ жауабы келіп шығады. Яғни оқушылар бұндай тапсырмаларды орындағанда иногда қате кетеді. Мысалға алайық, 90 минутта ол 3/1-ге тең болған және тамақ түскен кезде қарасаңыздар, міне 2-ден 30 минутта 4-ке дейін, яғни 2 бірлікке дейін өзгерген. 90 минутта ол 3/1 болған, қайтадан тамақ түсетін болса, ол 2 бірлікке жоғарылайды, сонда 3/1-ге 2-ні қосатын болсақ, 5/1 бірлікке дейін жоғарылайды. Оқушыларға көбінесе осындай тапсырмаларды көрсету керек. Одан кейін сәйкестендіруге байланысты, мысалға, ас содасы, антацидтер, хлор сутек қышқылының ерітіндісі, майлы тағамдар. Енді бұлар оқушылар қайдан біледі деген сұрақ туындауы мүмкін. Оқушылар 7-ші сыныпта табиғи қышқылдар және негіздер деген тақырыпты өткен кезде осы сөз тіркестермен, терминдермен таныс болады. Сол жерден таба алады. Мысалға, асқазан сөйленің қышқылдың қалыпқа келтіру үшін үй жағдайда қолданылатын кең таралған зат. Яғни бұл жерде оқушылардың күнделікті өмірмен байланыстыруға арналған тапсырмалары көрсетілген. Одан кейін мысалға қоршаған ортаға байланысты фреондардың қоршаған ортаға әсері туралы қысқаша осындай контекст беріледі. Контекстің астында жаңағы реттілік бойынша бірінші қысқа оңай ғана тексттен табуға болатын бір дұрыс жауапты тапсырма, одан кейін 2 дұрыс жауабы бар тапсырма және сәйкестендіру тапсырмасы көрсетілген. Төртіншісі бұл озон қабатының жұқаруына себепші болатын химиялық қосылыстардың құрамында қандай элементтер бар. Яғни оқушылар дұрыс жауабын жазуға арналған тапсырмалар. Сосын әртүрлі аймақтардағы ауа құрамын талдау. Бұл жерде де бірінші текст беріледі. Тексттен кейін бір ғана дұрыс жауап, одан кейін 2 дұрыс жауабы бар, сәйкестендіруге арналған тапсырмалары және дұрыс жауапты жазуға арналған тапсырмалар. Оқушылармен өткен кезде міндетті түрде осындай типтегі тапсырмалармен жұмыс жасатып үйретуіміз қажет. Мысалы, қышқылдар мен сілтілер тұрмыста. Бұл жерде де қышқылдар мен сілтілер қысқаша ғана айтылады. Қышқылдар тұрмыстық жағдайда қандай мақсатта қолданылатындығы туралы тапсырма. Одан кейін сілтілердің тұрмыста не үшін қолдануға болады. Мысалға, осы жерден оқушылардың мысалға қарай 4 қана жауап тұр, значит бір ғана дұрыс жауап бар деп ойлап қалуы мүмкін. Сондықтан оқушыларды сыни ойлауын дамыту мақсатында, мысалға көп жауапты кезінде де осындай 4 қана жауапты беруге болады. Одан кейін сәйкестендіру, жылыжай эффектісі, ғылыми факты ма әлде миф па деген тақырыпта берілген. Бұл жерде жер атмосферасының орташа температурасының соңғы 200 жылдағы
өзгерісі туралы көрсетілген және көмірқышқыл газының шығарылуы берілген. Осы екі графикті оқушылар пайдалана отырып келесі сұрақтарға жауап бере алу керек. Яғни пизада оқушылардың көп қателік жіберетіндігі осы графиктерді бір-бірімен салыстырып екеуіндегі мәліметтерді бірге қолдана алуы. Соны дамыту мақсатында құрастырылған тапсырма. Бұл жерде мысалға ғылыми факт немесе миф туралы true false тапсырмалары берілген. Мысалға жылыжай эффектісі болмаса жер өте суық болар еді деген тапсырма мысалға оқушы ойлауы мүмкін. Ол ғылыми факт өйткені біздегі жылыжай эффектісі жерді ыстық сақтап тұрған деп ойлауы мүмкін. Яғни бұның ғылыми факт пәлде миф екендігін ажырата алу керек. Яғни оқушылардың пизадағы ең негізгі мақсаты олар ғылыми факт және ойдан құрастырылған мысалға сандырақ әңгімелер дейді ғой, соларды ажырата алу, яғни мифтарды ажырата ала ма жоқ па, соған байланысты өте көптеген тапсырмалар бар. Мысалға, мына жерде интерпретация өздері жасау керек. Егер өзгеріс 2025 жылға дейін жалғасатын болса, жер атмосферасының орташа температурасы қандай мәнге жетуі мүмкін еді. Яғни біз мына жерде графикқа назар аударатын болсақ, ол 2020 жылға дейін ғана көрсетілген. Енді осы кезде өзгерістерді ескере отырып, 2025 жылы ол қандай мәнге жетуі мүмкін. Яғни математикамен тікелей байланысты тапсырмалар. Мына жақта уже пластмассалар туралы, мен бұған тоқталмай қояйын. Яғни мен осындай пиза тапсырмаларын көбіне 7-ші, 8-ші және 9-ші сыныптың кітаптағы тапсырмаларын алып, соны күнделікті өмірмен байланыстыруға әрекет жасаймын. Сол арқылы осындай қызықты тапсырмаларды беремін. Осыны шешу арқылы оқушылардың бойында функционалдық сауаттылық